Сәлем достар, оқушылар, ата-аналар, ұстаздар. Бүгін сіздермен бірге подкастымызда шетелге оқу туралы айтатын боламыз. Соның ішінде біз сіздермен Польша, Малайзия, Китай осы мемлекеттерге қалай оқуға түсе аламыз, қандай гранттар бар, ақылы неше теңге, және сонымен бірге осы елдерде оқудың артықшылықтарын, минустарын, плюстарын толығырақ айтатын боламыз. Менімен бірге Шоқан ағай, Сенбай Education компаниясының негізін қалаушы. Сенбай Education жалпы 8 жылдан астам жұмыс жасап келе жатыр. Осы жылдарда ағай, сіз қанша оқушыға жібердіңіздер? 450-ден аса оқушы. 450-ден аса оқушыға жеке сопровождение өткізген ағай. Сондықтан бүгін өте құнды ақпараттар алатын боласыздар. Енді ағай, давайте қайсыдан бастайық? Жалпы шетелде оқудың артықшылықтары туралы айтайық. Біріншіден, шетелде не үшін оқытамыз? Неге Қазақстанда оқыта бермейміз, егер де біздер көбіне ата-ана балалардың жақсы жалақысы алғыларын келеді, жақсы табыс тапқанын қалайды, баланың успешный болуын, немесе жалпы қазіргі таңда шетелге оқуға түсу доступны болғаннан кейін бұл мүмкіндіктер ашылып жатыр. Бұрынғы кезде тек қана болашақ арқылы немесе шетелге мүмкіндік өте аз еді. Сондықтан бізге конкурентоспособны дейді ғой, сондай болу үшін қазіргі таңда шетелдің мүмкіндіктерін қолдану керекпіз. Ал енді шетелде оқымай Қазақстанда оқи берейік десек, Қазақстанның бағаларымен шетелде оқуға болады. Онда неге шетелде оқытмасқа? Енді сұрақ туындайды автоматты түрде, не үшін шетелде оқыту керек, оның қандай пайдалары бар? Біріншіден, ағылшын тілінде немесе басқа тілде оқисыз. Екіншіде международный диплом алады. Ол диплом арқылы сіз тек қана Қазақстан емес, әлемнің кез келген жерінде жұмыс жасай аласыз. Бала студент кезінде уже көптеген Европа елдерін, Азия елдерін көріп тастайды. Кругозор кеңейеді. Үлкен компанияларда стажировка өту мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар скидкамен, грантпен оқу мүмкіндіктері бар. Осыны неге пайдаланбасқа? Әрине, көптеген ата-аналар кезінде ондай мүмкіндік болмағандықтан, қазіргі таңда ата-аналар балаларына осы мүмкіндікті бергісі келіп жатыр. Сіздерде Польша, Малайзия, Сенбай Education сіздер түсе аласыздар, және Китай қосылды, осы жылдан бастап. Енді бұл елдерді атап өтетін болсақ, біріншіден неге Польша дейтін болсақ, біздер 8 жылдан бері Польшаға оқуға түсіріп келе жатырмыз. Бұл жақта Алматы Астананың бағаларымен бірдей бағада оқуға түсіріп. Алматы Астананың өзінде бізде қазір 1,5 миллион басталады оқу. Тіпті кішкентай қалалар, мысалы Ақтаудағы, мысалы Есенов, Ақтөбедегі, Жұбановтарда 800 мыңнан жоғары. Плюс сіздер жаңағы проживаниеңіз кіреді, дәл осы бағамен сіздер мысалы Европада, Польшада оқи аласыздар. Польшада оқыған кезде мысалы 2 миллион теңгеге сіз Алматы Астанада қазақша тілінде оқысаңыз, ол жақта ағылшын тілінде оқуға болады. Одан кейін бұл жаққа оқуға түсу үшін ұбт қажет емес. Ал енді ұбт-ны қарайтын болсақ, ұбт бұл Қазақстан университеттеріне оқуға түсуге арналған емтихан. Тек қана Қазақстан. Тек қана Қазақстан. Ал енді мысалы сіз қазір шетелге оқуға түсем дейтін болсаңыз, просто 11 класстың аттестаты жеткілікті. Бірақ дайындықты ерте бастау керек болады. Енді Польшаны айтатын болсақ, Польша Евроодақтың ішіндегі ең арзаны 27 мемлекет бар. Сол 27 мемлекеттің ішіндегі неге Германияға бармаймыз, неге Италияға бармаймыз? Олардың тамағы, жататын жерлері, мысалы жылына 7 миллион теңгедей ақша керек. Оның бәріне бірде қол жетуі мүмкін емес. Сондықтан доступны деп жатқанымыз осы Алматы Астанадағыдай шығындармен Польшада оқытуға болады. Біріншіден. Екіншіден, Польшада оқытсақ, сіз Шенген виза аласыз. Ол виза арқылы 27 мемлекетті саяхаттай аласыз. Сол виза арқылы 27 мемлекетке доступ болады. Бұл өте керемет балалар үшін. Тағы не үшін Польша дейтін болсаңыз, бұл жақта поляк тілін оқу міндетті емес, ағылшын тілінде оқи аласыз. Ал одан бөлек тағы қандай? IELTS-іңіз болса, бірінші курстан бастап оқып кетесіз, 3 жыл оқисыз. IELTS-іңіз болмаса, сол жаққа бірінші жыл тіл оқуға барады. Қараңыздар, IELTS деген ағылшын емтиханы, егер сізде ол болмаған жағдайда, онда сіз 1 жыл фаундейшнды ағылшын тілінде оқисыздар. Сосын қалған 3 жыл ма? Қалған 3 жыл мамандығыңызды оқып диплом аласыз. Ал IELTS болған жағдайда уже сразу бірінші курсқа түсесіздер, бірінші курста ағылшынша оқитын боласыздар. Польшада мысалы мынандай нелер бар, мүмкіндік ағылшынша оқуға болады, немесе жаңағы польскиймен оқуға, поляк тілімен, бірақ біздер көбіне тек қана ағылшын тіліне. Не үшін? Өйткені бізге поляк тілін зачем? Ертең бітіргеннен кейін біз әлемдік деңгейдегі маман күтіп отырмыз. Әлемдік деңгейде басқа жерде балам жұмыс жасасын, басқа елді көрсін,
тек қана Қазақстанда қалмасын деген мақсатта түсіріп жатқандықтан бұл мамандарымыз кез келген уақытта переквалификациядан өтетін болса ағылшын тілін біліп тұрса болды. Кез келген компанияға жұмысқа басыңызды тығып кіріп алсаңыз болды. Ертең олар жаңағы басқа маман, басқа оборудование, басқа заттар келген кезде просто сізді обучать етіп, 1 айлық 2 айлық оқытып ағылшын тілінде сізді одан сайын ценный кадр боласыз да. Көбіне біздер білеміз, әсіресе батыс аймақтарда жаңағы нефтяной компаниялардағы нелер, бұлар мамандарын жібергісі келмейді. Жақсы маман ағылшын тілін келді ма, оның социальный пакеті бар, садигін, мектебін барлығын төлеп отырады да. Сондай жақсы жағдай жасап қойған. Бірінші бұл айтқанымыз Польша мемлекетін айттық біз, бағасы жағынан доступны, ағылшынша оқуға болады, европалық диплом, сосын жаңағы нені айтып өтсеңіз, жұмыс жасау үшін виза да? Жұмыс жасау үшін біріншіден виза алады, ол студенттік виза алады. Оқып жүрген кезде параллельно аптасына 8 сағат жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Студенттік өміріңді уже уақыттарыңды бәрін жақсырап келістіріп қойып, сабағыңа үлгеріп жүрсең, университет оған жақсы көзқараста болады. Яғни сіздің оқып жүріп жұмыс жасауыңызды қолдайды былай айтқан кезде. Ол неден шығып отыр? Ол Европада жалпы Польшада адам санының аздығына байланысты. Оларда кадрлар жетіспейді, адам саны аз болғандықтан, сөйтіп иностранцтарды жұмысқа алады. Сонда сөйтіп сіздер оқып жүріп параллельно жұмыс жасауға да болады. Тағы да бір себеп ол жаңағы трудоустройство да, жұмыс жасай аласыздар. Университетте оқып жүрген кезде әртүрлі компаниялар бар, IT, менеджмент, авиация деген сияқты компаниялардан үлкен жаңағы жұмысқа қабылдау вакансиясы болады. Соған студенттер келіп, резюмелерін алып, подавать етіп, собеседование өтуге болады. Бітіріп, со жақта жұмыс жасап жатқан қазіргі таңда түлектеріміз бар. Сонымен қатар бітіріп келіп, Қазақстанда жасайын десінде, өз еріктерінде ешқандай отработка деген нәрсе болмайды. Авиацияны айтыңызшы. Авиация саласы, авиация мамандығы бойынша авиационный менеджмент деген мамандық бар. Европада 4 жерден ғана оқытады. Германияда 2 вузда, Англияда 1 вузда и Польшада. Бұл мамандықты бітіргеннен кейін авиадиспетчер бола аласыз, авиалогистика саласында жұмыс жасай аласыз. Одан кейін авиаюрист те болуға болады, өйткені именно международный авиацияны оқытады ішіндегі. Осындай бірнеше мамандықтарды направлениеда оқытуға болады. Қалай түседі? Оған түсу үшін тек қана осы бағытты таңдайсыз да, 11-ші класстың аттестатын бересіз, IELTS-ыңыз болса 1-ші курстан бастайсыз, IELTS болмаса Foundation-нан бастайсыз, 3 жылда бітіріп шығасыз. Оқу ақысы 2900 евро. Примерно 1 миллион 200 мың теңге. 1 миллион 200 мыңға сіз авиаменеджментті уже меңгеріп шығасыз. Супер. Жалпы Польшада айтыңызшы, топ мамандықтар, мына мамандықтарды оқуға болады. Жалпы топовый мамандықтар ол жерде авиационный менеджмент мамандығы, потому что очень редкий. Екінші бизнес менеджмент, кез келген компанияда жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Одан кейін үшінші IT. IT тоже өте сұранысқа ие мамандық. Ал неше мысалы педагогика, психология, лингвистика деген ағылшын филологиялары бар. Вистула университетінде Варшавада оқуға болады. Басқа көп педагогика жағынан біздер көп педагогика жағынан түсірмейміз. Енді проживаниені айтсақ. Проживаниені айтатын болсақ, тамағы мысалы квартираның бағасы Алматы, Астана деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы 450 мың теңгеге Астанада сіз бір квартира алатын болсаңыз, оны 3 бала орналасатын болса, ай сайын 150 мың теңгеден бала төлейді. Сол сияқты Польшада да сондай, дәл сондай, адам басына 150 мың, 200 мың теңгенің айналасына келіп, смотря қай қалаға байланысты, соған байланысты. Сосын мынандай нәрсе, бәрі ақылы ғой деген сияқты. Бәрі ақылы, және ақылы шетелге ақылы түрде оқу это нормально. Халық соны білу керек, ата-аналар соны білу керек. Мен шетелге ақылы түрде оқытып жатырмын, это нормально. Потому что сіздердің ағылшын тілінде оқытқан неңіз еселеніп қайталанды. Мысалы, бітіріп келгеннен 2 миллион, 3 миллион табыс табатын мамандардың көбі шетелден оқып келгендер. Яғни сіз жылына 5 миллион теңге кетсе, мысалы 3 жылда 15 миллион кетеді. Ал бітіріп келіп сіз 1 жылда айына 2 миллион табатын болсаңыз, яғни уже 20 миллион айына жылына табыс табады. То есть бірнеше есе орап тастайды. Сол өте маңызды. Пауза қойып,